Маңғыстау облысы Жаңарқа ауданы Атасу жалпы білім беретін мектебінің математика-физика пәнінің мұғалімімін. Есімім Альжанова Айдана Азаматовна. Еңбек өтілім 8 жыл, санатым педагог-модератор. Мен бүгін сіздерге оқушылардың, яғни функционалдық сауаттылығын арттыруға арналған, яғни оның ішінде алатын болсақ, математикалық сауаттылық бойынша әдістемелік көмекші құралды ұсынғалы отырмын. Яғни бұл жерде бізде мақсаты оқушылардың, яғни өзектілігін айтып кететін болсақ, ең бастысы оқушылардың бағдарлама аясында алған білімдерін өмірде пайдалануға бейімдеу. Мақсаты оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттырып, білімін тереңдету. Міндеттері, яғни осы жерде бұл әдістемелік көмекші құралда бізде әртүрлі тапсырмалар берілген, яғни математикалық сауаттылыққа байланысты тапсырмалар. Оның ішінде ойын арқылы да ұйымдастыруға болады. Яғни бұл жерде оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыра отырып, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытамыз. Яғни олардың сыни ойлау дағдысын дамытып, оны жетілдіріп, яғни алдына қойған мақсатқа жетуге әрбір оқушы өзіне талап қоюға ұмтылатын болады. Енді бұл жерде негізгі тақырыпта қандай тақырыптар қарастырылған? Оның ішінде сандар, өлшемдер, бағалау, функциялар, геометрия, ықтималдылық, статистика, сандар теориясының элементтері қамтылған. Яғни бұл жерде қандай нәтиже күтеміз? Яғни біз бұл жерде жаңа айтып кеттік, оқушылардың математикалық, функционалдық сауаттылығын арттырамыз, шығармашылық ізденісі, дұрыс дәлелді ой қалыптастыру. Одан кейін алған теориялық білімдер күнделікті өмірде, яғни қоғаммен, табиғатпен байланыстыру. Оқыту формалары оқушылардың білімдерін жинақтау сабақтары, есептер шығару және де шығармашылық ізденіс жұмыстары болып табылады. Енді бұл жерде қандай қолданылатын әдіс тәсілдерді айтып кетуге болады? Кластер әдісі, инсерт әдісі және де Сен-Квейн әдістері қолданылған. Әрі қарай мына жерде тапсырмаларды қарап өтетін болса, мысалы бұл жерде бірінші бөлімде бізде функция және функцияның графигіне байланысты, яғни мәтіндік есептер берілген, күнделікті өмірмен байланысқан есептер, яғни осы есептерді шығару барысында оқушылардың функционалдық сауаттылықтары артады. Яғни өздерінде болашақта кездесетін PISA халықаралық зерттеуіне дайындық ретінде осы әдістемелік құралды қолдануға мүмкіндік береді. Яғни келесі бұл жерде бізде мәтінді есептер шығару, яғни тағы да айта кететін болсақ, бұл жерде күнделікті өмірмен, мысалы дүкенге барғанда қалам алу, қарындаш алу, немесе дәріханаға барғанда дәрі алу деген сияқты, яғни күнделікті өмірмен байланысқан тапсырмалар жазылған. Келесі статистика элементтері, яғни бұл жерде ықтималдық теориялы, яғни комбинаторикаға байланысты есептер. Комбинаторикаға байланысты есептерді оқушылар шығара білуі керек, себебі ол мода бойынша келген тапсырмаларда, PISA халықаралық зерттеулерде және де тағы да басқа ұлттық бірыңғай тестілеуінде келетін тапсырмаларды оңай әрі жеңіл шығаруына үлкен мүмкіндік береді. Мысалы, мына жерде мына тапсырманы қарайтын болсаңыздар, бұл жерде дәріханадағы қарапайым, мысалы баламызды немесе кез келген оқушыны дәріханаға жұмсайтын болсақ, ибупрофен деген дәріні алып, яғни оның ішіндегі оның құрамын зерттеу, яғни оның миллилитрларын зерттеу, әрбір миллилитрін мысалы теңгемен байланыстыру және шыққан ортасындарын салыстыру арқылы, яғни бұл күнделікті өмірмен тығыз байланысты есеп. Енді тағы да не бар бұл жерде әдістемелік құралда? Бұл жерде онлайн ойындар, яғни платформалар арқылы берілген тапсырмалар, мысалы Игрокон платформасы арқылы ұйымдастырылған тапсырмалар бар, WordWall платформасы арқылы ұйымдастырылған ойындар бар. Яғни бұл жерде оқушының пәнге деген қызығушылығын оятады, және де оқушының ішін пыстырмайтындай етіп, яғни күнделікті теориядан осындай ойын түрінде өткізген оларға көбірек ұнайды, яғни пәнге деген қызығушылығын арттырады. Енді келесі мен сіздерге таныстырғым келіп тұр, ол бізде PISA халықаралық зерттеуіне арналып жасалған флипбугымды таныстырып кетейін.
келесі сіздерге ұсынғалы отырған материалым, яғни ол физика пәні бойынша пиза тапсырмаларына құрастырылған флипбук. Яғни бұл флипбук Canva және Heyzen платформалары арқылы құрастырылған. Яғни бұл оқушыларға өте ыңғайлы. Яғни оқушыларда осы пиза халықаралық зерттеуі бойынша алғашқы түсінікті қалыптастыру, соған мысал ретінде есептер осы флипбукта көрсетілген. Яғни бұл флипбук кітапша ретінде ашылады. Әрбір беті кітапты ашқанда, яғни электронды кітап деп айтуға болады, бірақ қазіргі тілмен бұны біз флипбук немесе гайдбук деп айтамыз. Мына жерде, яғни оқушыларға жалпы түсінік беру мақсатында пиза дегеніміз не нәрсе және ол не үшін өткізіледі деген ақпараттары көрсетілген. Яғни келесі бетінде бізде мына жерде, яғни YouTube платформасы арқылы видео енгізілген. Осы видеоны көру арқылы оқушы пиза халықаралық зерттеуі бойынша ақпаратпен танысады. Қосатын болсақ, мына видеомыз қосылады. Яғни оқушы осы видеоны көре алады. Яғни осы флипбуктан шықпай, флипбуктың ішінде осы видеоны көруге мүмкіндігі бар. Ары қарай келесі. Енді келесі бізде осы пиза халықаралық зерттеуі бойынша физика пәнінен тапсырмалар енгізілген. Бұл жерде күнделікті өмірмен байланысқан есептер, яғни сол есепті шығару арқылы оқушылар пиза халықаралық зерттеуіне дайындық жүргізе алады. Яғни мына жерде велосипедист, уақыт, жүріс деген сияқты мәтіндік есептер күнделікті өмірмен байланысқан соларды шығара отырып, функционалдық сауаттылығын арттыра алады. Және де мына жерде бізде платформалармен жасалған ойындар бар. Мысалы, Quizzes бойынша бізде пизадан тест сұрақтары енгізілген. Мына жерде 20 сұрақ енгізілген. Яғни осы жерде начинай сейчасты бассақ, біз осы ойынды осы флипбуктың ішінде ойнай аламыз. Келесі платформалар, яғни сайттар, ссылкасы жазылған. Тура осы флипбуктан шықпай, біз осы, яғни талдау деген бетті ашатын болсақ, жалпы осы пиза туралы мәліметтерді көре аламыз. Және де сол сияқты мына жерде біз пиза туралы мына жерде тапсырмалар жинағы бар, кітапшасы. Мынаны ашып, біз әрбір бетіндегі тапсырмаларды орындай аламыз. Өте ыңғайлы, яғни оқушылар осы флипбук арқылы пиза халықаралық зерттеуіне дайындала алады. Назарларыңызға рахмет.